Егер сіздің өміріңізде негативті ситуациялар қайталана беретін болса, қарыз кредитке кіріп кете бересіз, жолдасыңызбен қарым-қатынас жақсы емес, дұрыс жұмысқа тұра алмайсыз, ақшамен мәселе, немесе денсаулықпен, немесе артық салмағыңыз бар деген сияқты осындай әртүрлі ситуациялар болатын болса, осы техниканы жасасаңыз болады. Өйткені бұл қайталана беретін ситуациялардың артында екіншілік выгода деген болады. Осы техниканы жасау арқылы сол өзіңіздің екіншілік выгодаңызды табасыз. Бұл техника Декарт квадраты деп аталынады. Бұл жайында постта жазған болатын. 4 түрлі сұраққа жауап беру арқылы өзіңізбен терең жұмыс жасайсыз. Қалай болса солай жұмыс жасауға болмайды. Отырып тыңғылықты ұзақ кішкене жұмыс жасайсыз. Сұрақтарға жауап беру арқылы өзіңіздің теріс установкаларыңызды табасыз, екіншілік выгодаңызды табасыз. Бұл сізде егер жаңағы маманға баруға ақшаңыз болмайтын болса, осылай өзіңізбен жұмыс жасаңыз. Бұл чек-листті алу үшін төменде Декарт сөзін қалдырыңыз, мен сізге жіберемін. Егер сізге парақшам пайдалы болса, тіркеліп достарыңызбен бөлісіңіз.